Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін өте ерекше дәмді болып шығатын хожелі мантыны дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, сочный болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен тысымызға жылы суымызды, бір жұмыртқамызды, дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мен осындай кухонный комбайнмен жасаймын қанша уақыттан бері. Өте ыңғайлы, барлық қалаға жеткізу бар. Тапсырыс берем десеңіздер, описанияға номерін қалдырып кеттім. Тек кухонный комбайн ғана емес, барлық техникаларды таба аласыздар. Қараңыздар, 5 минуттың ішінде, 5 минут емес, даже 3 минуттың ішінде осындай күшті тесто дайындап берді. Шамалы бетін жауып қалдырамыз. Енді оған дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Пиязды барынша көбірек қосыңыздар. Фаршымызға осылай көбірек 4-5 штук пияз және де кішкене үш май қосып жібердім. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Мен 3 бөлікке бөліп алдым, өйткені оқтауым кішкене болғандықтан. Барынша жұқалау қылып жаясыздар, яғни қамыр-ауқат, манты, ханым соның қалыңдығындай болуы керек қой. Даже одан да жұқа болады. Осылай бірінші жайып алғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Барынша мантының өлшемінен 2 есе үлкен болады бұл хожелі манты. Мінекей барлығын кесіп алдық. Осылай жайып алғаннан кейін тағы да осы қамырымызды тағы да барынша жұқа қылып жаясыздар. Оқтауымның көмегімен тағы да жұқалау қылып жайып алдым. Сол кезде күшті болып шығады. Мінекей қараңыздар, дәл осындай қалыңдықта болуы керек. Осындай жұқа болады. Әр қайсына бір ас қасық ішіндегі салмасын салып, осылай барынша жұқалау қылып жайып аламыз да мантыны түйген сияқты қылып түйеміз. Бірақ дәл осындай, былайша айтқанда, жалпақ манты болып шығады ғой. Бұған ешқандай ішіне картошка, сәбіз ештеңе қоспайсыздар. Дәл сол 3 қана салмамен жасайсыздар. Үш май қосудың да қажеті жоқ. Мен дәмді болу үшін қосып жібердім. Мінекей осылай бірінің үстіне бірін қойып, арасы жабысып қалмасын деп, жақсылап сұйық маймен жағып тұрып істейсіздер, әйтпесем жабысып қалады. Енді мына жердегі мен соусын дайындап жатырмын. Пиязды қуырып, болгарский, томат, помидор, менде томат фотоға түспей қалыпты. Міндетті түрде қосыңыздар, сол кезде қып-қызыл әдем болып шығады. Дәміне қарай тұз, суымызды құйып 15 минуттай қайнатасыздар. Аста өте баяу отта. Сол кезде ерекше дәмді болып шығады. Біздің мантымыз 40-45 минутта дайын болып шығады. Мінекей мантымыз, хожелі мантымыз дайын болды. Арасына майда жақсылап жаққандықтан осылай жабыспай тал-тал болып піседі. Егер майда аз жағып қойсаңыздар, бір-біріне жабысып, қамырларыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Соны міндетті түрде естеріңізде сақтаңыздар. Ең бетіне паприкамызды осылай кішкене сеуіп шықсаңыздар, тағы да дәм береді. Менде ғана қып-қызыл паприка болады ғой, дәл соны себіңіздер. Ол менде болмай қалды, сол үшін осындай түрін қолдандым. Соуспен міндетті түрде өзінің соусымен ұсыныңыздар. Ас болсын. Сіздермен Арайдың асханасы.